Достар, қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге судак балығын духовкада пісіретін боламыз. Балықты жақсылап тазалап, жуып алып, дәл осылай кесіп шығамыз. Ең алдымен соусын дайындап аламыз. 4-5 ас қасық оливковый май құямыз. Қара қызыл бұрыш саламыз. 1 ас қасық паприка қосамыз. Балыққа арналған дәмдеуіш қосамыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Балықтың жан-жағына, араларына толығымен жағып шығатын боламыз. Ішкі жақтарына да толығымен жағып шығамыз. Лимонның суын балықтың жан-жақтарына, араларына құймалап шығамыз. 10 минутқа қойып қоятын боламыз. Пиязды жіңішкелеп тураймыз. Сәбізді де жіңішкелеп турап аламыз. Достар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Картошканы да жіңішкелеп турап аламыз. Екінші пиязымызды домалақтап турап аламыз. Сарымсақты ұсақтап тураймыз. Отқа тавамызды қойып, қызып тұра майымызға пиязымызды қуырамыз. Тұз саламыз. Қызыл, қара бұрышымызды салып араластырамыз. Паприка қосамыз. Сәбізді салып жақсылап араластырамыз. Сарымсақ қосамыз.
Картошкамызды салып, жақсылап араластырып, орташа отта 10-15 минуттай қойып қоямыз. Балықтың араларына сарымсақ салып шықтым. Балықтың ішкі жағынан домалақтанып туралған пияздарды салып шығамыз. Екінші қоспамызды балықтың жан-жағына жаймалап саламыз. Бетіне толығымен пергамент қағазын жауып, жан-жағын ауа өткізбейтіндей орап шығатын боламыз. Духовканың қызуына қарай мен 200 градуста 40 минутта пісіріп алдым. Достар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Тағамның дәмі өте керемет, дәмді болып шығады, жасап көріңіздер.